көжегім. Қарға баласын апағым дер, кірпі баласын жұмсағым дер. Жер дүниенің патшасы сөйленген пайғамбар кірпі мен қарғаға былай деп бұйрық қылды. Сен, қарға, бар, бір түнде жер дүниені аралап, бір жақсы сайрайтын құс тап. Бұл құсты үйдің бас жағындағы тұрған қапасқа отырғыз. Таң атқанда бұл құс мені сайраған даусымен оятсын. Сен, кірпі, барып, жердің жүзін тінтіп, маған бір жұмсақ нәрсе тап. Бұл нәрсені әкеліп, дәл менің жастығымның үстіне бетіме таяу қой. Құс сайрағанымен оянып, қапасқа қарай бергенде, бетім бұл нәрсеге тисін деді. Қарға дамыл таппай, көп жерлер аралап, құстардың сайрағанын естиді. Бұған бірдей құстың сайрағаны жақпайды. Мұның ойлауынша, бұлбұл, сандуғаш һәм басқа құстар жаман сайрайтын көрінеді. Даусы жақсы құсты таба алмай, қарға сорлы қайғырды. Енді маған өлім келеді ғой, деп. Таң мезгілге талып, шаршап, қарға ұясына қайтты. Балаларын бір көріп амандасып кетейін деп. Бақыр анасын көріп, аш балапандар шиқылдап, қарқылдай бастады. Бұлардың қарқылдағаны қарғаға сондай жақсы, нәзік көрінді. Бұлардың қасында бұлбұл, сандуғаш әлде қайда жаман сайрайтын көрінеді. Қарға сорлы қуанып, балаларын сөйлеменге әкеліп, мұның қапасына отырғызады. Кірпі түні бойы дамыл таппай, жердің жүзін кезіп, жұмсақ нәрсе іздейді. Іздесе де таба алмайды. Бұл да шалдығып, шаршап, үңгіріне қайтып келеді. Бақыр анасын көріп, мұның балалары алдынан шығып құшақтайды. Кірпі де құшақтайды. Кірпіге балаларының денесі сондай жұмсақ көрінеді. Бұл ойлайды. Жердің үстінде өзімнің балаларымнан жұмсақ нәрсе болмас, деп көп ойламай, кірпі балаларын сөйлеменің жастығының үстіне әкеліп қояды. Таң атты, қарғаның балалары қарқылдап, шиқылдай бастайды. Сөйлемен бұл не? Деп қапасқа қарай бергенде, мұның бетіне тікенектер кіріп кетті. Қараса, қапаста қарғаның балалары отыр. Жастығының үстінде кірпінің балалары жатыр. Сөйлемен ашуланып, қарға мен кірпіні шақырып алып, бұлардың басын кесуге бұйрық қылады. Жазалы болған кірпі мен қарға дат тақсыр дейді. Сөйлемен дат берді. Екеуі бастан аяқ қылғындарын баян етіп еді, ойға түсті. Бұл ойлайды. Әркімдікі өзінікі өзіне балдан тәтті, оттан ыстық, күннен жарық һәм мамықтан жұмсақ, деп қарға мен кірпіні босатып жібереді.